Ассаламу алейкум достар. Бүгін күнделік кезеттегі мектеп менуді толтыруды көрсететін болам. Бізде 3 қазан, 4 қазан, 5 сөйтіп күндер 5 күнге дейін жұмаға дейін толтырылып тұр менде қазіргі таңда. 17-сі барлығы толтырып тұр менде. Мен сіздерге қараша айын көрсететін болам. Қараша айын. Қараша айының бірі, қараша айының қараша айы 31 қазаннан бастап көрсететін. Қазаннан бастап мына жерде мысалға сіздерге тағамдарды қосуды бастау деген бар. Осы жерде мысалға ақысыз деп таңдайсыз. Сонымен қатар мына жерге тағамдар шығады. Болмаса міне мысалға сіздерде шығып тұр мысалға. Айран мына жерге граммдарын жазасыз. Сөйтесте сохранить, я болмаса сохранить тағы қосу деген батырмасы. Тағы қосуды бассаңыз, сізге мына жерге мына қосылады. Тағы да қосасыз мына жерге екінші тағамды мысалға. Алма, сохранить. Осы жерге тағамдардың бәрін қосып болғаннан кейін жариялау батырмасын басасыз. Я болмаса сіздерде мысалға алма жоғары көтеру деген, жоғары жылыстау деген батырмасы бар, жоғары жылыстасыз. Я болмаса төменге қарай түсіру деген бар, төменге жылыстау деген бар. Сөйтесіз, мына жерден болмаса жою деген несін сізге мысалға бөтен тағам болатын болса, жою деген батырмасын бассаңыз, жойылады. Болмаса тағамды өзгерту батырмасын басасыз. Сосын мына жерден мысалға бөтен тағамды өзгерте бересіз. Мына жерден любой ара балы деген сияқты. Мына жерге сурет добавить етуге болады. Қазіргі таңда бізде суреті жоқ, сондықтан добавить еткен жоқпыз. Алдағы күндерде суретін жүктейтін боламыз мына жерге. Сохранить батырмасын басамыз. Сөйтесіз. Болмаса бұл не болмаған жағдайда сізге мысалға осы аптада мысалға сізге мына мысалға 17 күнгі мысалға тағамдар келетін болса, осы аптаға оны аптаны көшіру деген батырмасы бар. Сол жерден аптаны көшіру болса, мына 17-сін басасыз. Сосын мына жерге апты көшіріп алу деген бар. Көшіріп алу батырмасын бассаңыз, сізге мысалға 31-і, 1-і, 2-сі, 3-і, 4-іне дейін сізде мына жерде 17 күнгі тағамдардың бәрі осы жерге шығатын болады. Сонымен көшіріп алдыңыз, жариялау батырмасын баса саласыз, болды, все. Сізде бұл апта толтырылған болады. Міне келесі мысалға қазанында келесі аптада, мысалға келесі апта 14 келетін болса, 14-не сізде қарашаның 14-не сізде мысалға сізге мысалға 24-нен басталған аптаның тамағы келіп жатса, сол жерде аптаны көшіру арқылы сіз көшіре аласыз. Болмаса бірден 31 күні мысалға мына жерде тұр ғой, 31 күні мысалға осы жердегі 31-і, 1-і, 2-сі, 5-і, 5 күндікін бірден аптаны жариялау деген батырманы басу арқылы бірден жариялай аласыздар. Сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Жексенбі жоқ. Мына жерде буфет тоже бар, буфетті тоже жариялауға болады. Тағамдарды өзгерту, бұл жерде мысалға граммы несі өзгертілетін болса, мысалға бүйтіп өзгертуді басып, мына жерден құрамын, граммын өзгерте беруге болады. Сонымен қатар сохранить батырмасын басасыз. Мына жерде болмаса суреті болып жатса, суретін добавить ете саласыз. Мына жерде 3 не береді, ақылы, ақсыз 1-ден 4-ке дейін деген бар. Өзіңіздің ыңғайыңызға қарай таңдай аласыз. Осы күнделік менюдің қиындығы жоқ.
аптаны көшіріп алып тек қойып отырсаңыз болады. Лайк басып, комментарий жазып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар.